Енді алмайсың ба? Жауап берсей? Қойшы. Давай, алып қояйық одан да, Не болды? Мама. Неменеге звондай бересің? Звондай бермеш. Қайтам үйге, қайтам. Келдің ба, Сұлтанжан? Не мына түрің? Түннің жарымы болды ғой, құлыным-ау, қайда жүрсің? Не мына түрің? Қарның әбден ашқан шығар, тамағыңды істейін. Мама, кешір. Неге звондай бересің? Ана балаңды жау жүріп беді ма? Или біреу өлтіріп беді ма? Мамасының баласы. Мамасының баласы. Аты қалдырдым ғой мен достарым алдына. Жерге тығып мен. Олардың мамалар звондай ма? Звондамайды. Сен болсаң звондай бересің, сағат сайын. Бұдан бұлай звондамашы, мама. Мен кішкентай бала емеспін. Сен өшерсің мен жақсы. Звондама маған. Келем. Я жаратушы ием, құлынымның деніне саулық, басына бақыт бере көр. Біліп-білмей жасаған күнәларын кешіріп, тура жол көрсетіп, жаңылыс басқан қадамдарын түзете көр. Келешегін жарқын, болашақ өмірін баян еткейсің. Дұға тілегімді қабыл етші, мейірімі шексіз Раббым. Сұлтанжан? Давай кешке қабылсын. Сұлтанжан? Үйде азық-түлік азайып қапты. Базарға өзің барып келесің, о балам. Тамағыңды ішіп ал да, базарға барып қайт өзің. Мен өзім барайын десем мазам болмай тұр, балам. Бүгін саған жақсылап кешке мантı істеп берейін. Жарайды, мақұл. Не ғой, бірақ кешке үлгере алмайтын шығармын. Мен кешке балалармен отырыс бар. Келісіп қоямыз. Сен сол отырысына күндіз барсаң болмай ма? Ой, енді келісіп қоямыз деп тұрмын ғой. Бүгін Мұқан ағаң келеді. Ол да сені көргісі келді, сағынып жүр. Ой, қойыңшы мама. Мен сағынып бір жатыр дейсіз ба сол? Кеп ақыл айтып миды ашқаннан басқа ештеңе білмейді, бір ақылды өзі. Олай деме балам. Білемін ғой. Ақыл айтса саған жаман болсын демейді. Әкеңнің інісі ғой, олай деп айтпа. Мақұл, күш жаңа, не? Керек затын әкеп пен ақша берсей? Не, сосын одан бөлек ақша берші. Кешке керек болып тұр. Мама, әдетіңе сап, звондай бермеш сосын. Мақұл? Балдардың көзінше позорым шығар. Келем ғой өзім. Сонда да кешке. Звондай бермеңіз.
Кім бар? О, қалайсыздар жеңеше? О, мырзаға, қалайсыңдар? Кел жоғары, төлет. Сірә. Қалай, аман есен шаршамай жеттің ба? Не сен шаршаймыз, жақсы жеттім. Ауыл ел қалай, бала-шаға, келін қалай? Бәрі аман есен, дұғай сәлем айтып жатырсыздар. Қолың қалай? Қолың сындырып алды деп жатқан еді. Қолым жазылып жатыр, қазір гипсіндемін. Сұлтанған? Сұлтан күрағын бір балаға жолығам деп сыртқа шығып кеткен, кеп қалар. Өзіңіз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма? Жүрегіңіз мазалап жүрген жоқ па? Аллаға шүкір. Жақсы сияқтымын. Қарап жүріңіз өзіңізге. Дастархан дайында жіберейін. Тамақта дайын болып қалды. Сол ағам екеуміз сүйіп жүретін домыз сол кездерде. Бір жақсы күндер екен бұл күндер. Келін бақты олым? Ағаммен амандасың. Қалайсың Сұлтан? Жақсы. Сен ішіп ағасың ба? Не болды? Қалай не болды? Сен араққа той болып үйіңе мас болып келіп шығарғасың ба? Өзім біледім. Білдірем мен саған қазір. Неңе жетісіп жүрсің? Әкең саған осылай тәрбие берді ма? Жоқ, анаңды сыйлаған түрің осы ма? Еркек құсап бір ақша тауып жүрсең мейлі екен. Жалғыз анаңның ақшасына масыл болғанымен қоймай, шайтан суға тойып алып жүретін боласың ба сен? Ұялмайсың ба? Жиналмайсың ба? Ер азамат құсап бір анаңды асырап, анаңа қарамайсың ба? Анаңның да денсаулығы жоқ екен білесің сен. Не мынау тұрың? Жоғалып бар көзіме көрінбей. Енді осылай ішкеніңді көрсем, айтпайды деме, ескертіп жатырмын саған. Кет бар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Уағалейкум. Мына істеп отқандарың не? Ұялмайсыңдар ма? Қоғамдық орын, көпшілік жер бұл жер. Қарасам, түрлеріңе қарасам, әп-әжептәуір жігітсіңдер. Лайық емес қой, қазақтың атына, затына жігіттер. Көке, ақылың бар. Балаң айтшы мақұл. Сенің лекцияң тыңдайтын біз емес. Итақта басым ауырып тұр. Кетші не қылар. Сен де ақылсыз. Сұлтанжан, қашан қайтасың балам? Ертерек қайтшы, менің мазам болмай отыр. Мен сылтау айтып қорқытып атсыз ба? Қайту үшін. Қашан өз еркіммен жүре алам, а? Жарайды, мақұл. Бірақ қазір барамайым, кешке барам. Бауырым, осы анаңа қатты сөйлеп қойған жоқсың ба? Бауырым, сен не түсінесің? Сенің мамаң түсінігі бар жақсы адам сияқты ғой.
звондап мазаңдалмаған қарағанда. Бауырым, менің анам қазір звондаса, еңбектеп болсын барар ем. Неге? Менің анам звондамайтын, о дүниеге қашан аттанып кетті ғой, бауырым. Тоқташ бауырым, сонда мамаң қайтып кеткен ба? Мен оны қалай білмедім? Бауырым, қоя берші. Өз анасын оңдырмаған, біреудің анасын қайтсын. Бауырым, олай қатты айтпа. Бірақ маған ренжімеші, кешірші, шынымен білген жоқпын мен. Осыдан. Қоя берші, Сұлтанжан. Оданша анаңнан кешірім сұрасай, бауырым. Сізге әпке айтылды ғой, қатты уайымдауға болмайды деп. Берілген ем-домның бәрін, дәрілердің бәрін өз уақытында ішу керек. Қатты қобалжуға, уайымдауға мүлдем болмайды сізге. Жүрекпен ойнауға болмайды. Жүрек деген ең үлкен керекті аппарат болып саналады адам организмде. Кез келген сәтте инфаркт алып қалуыңыз мүмкін. Кез келген сәтте бұл өмірмен қоштасып кетуіңіз мүмкін. Сол үшін қатты уайымдауға болмайды сізге. Дәрілеріңізді өз уақытында ішіңіз. Түсінікті ғой сізге. Жақсы, ем болсын, жазылып кетіңіз. Мам, шай ішейік. Мама? Мам? Мама? Мам? Қорқытпаңызшы, мен анашым. Мама? Мама? Мам? Мама, қорқытпаңызшы, мен анашым. Не болды сізге? Анашым, мені қорқытып жатсыз ба тағы да? Мама! Мама! Көмектесіңдер! Анашым! 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 Мама, тұршы! Мама! Meni kişirşi anlaşım odur istemeş olay. Anlaşım. Kişirşi anlaşım. Қоңырау шалма, мазамдалма, деуші едің ғой анаңа, енді міне өкініштен жүрек сыздап барама. Қоңырау да шалмайды енді, мазаңды да алмайды, көңіліңнің құсы бірақ қалай биік самғайды. Тірісінде қадірлеуді білмейміз ау пенделер, асыл жаннан айырылған жүрек қалай емделер. Қолда барда сезбеппін ау бақытымның бағасын,
кешір мына перзентіңді, кешір алсаң анашым.